Чымкент бүгін Чымкенттің белсенділері мынау карантинге байланысты өзінің наразылығын білдіріп, бір топ азамат шықтық. Қазір азаматтарға сөз кезегін береміз. Кім сөйлейді? Жұмыспен қамту орталығында сол адам беріп жатыр кеше. Ассалаумағалейкум. Қазақ елі, мұна біз қазір шындау керек. Карантинге байланысты, карантин негізінде 11-ші кеше мамырда Тоқаевтың айтуы бойынша 11-ші мамырда біту керек болған. Бұлар бітірген жоқ. Соған байланысты қазір біз карантин тоқтатуын талап етіп шығып отырмыз. Себебі қазіргі таңда мына қаншама халқымыз осы карантиннің артында қаншама жұмыстан қалды. Қаншама отбасыларымыз қиналып жатқан отбасылар бар, басқалар бар көп. Бұл жерден талаптарымыз көп негізінде. Біздің негізгі талаптарымыз бірінші талап мына карантинді тоқтату, екінші талап мына мектепке балаларымызды мектепке қайтару. Мына жоғарыдағы отырған топастар сияқты, өздерің сияқты біздің балалар топас істемеңдер, жоғарыдағылар. Біздің балалар оқу керек, білім алу керек, мектепке қайтсын. Қазір онлайн сабақ деп отыр. Онлайн сабағы ешқандай ол пайда алып келіп жатқан жоқ. Балаларымыз күннен күнге сауатсыз болып бара жатыр біздің балаларымыз. Сонда балалар мектепке қайтарсын. Сосын мынау халықаралық нелер, мынау әлем бойынша қазір мына Европа елдері Қытайға иск жіберіп отыр да, халықаралық сотқа беріп отыр. Талап қойып отыр. Осы коронавирусты Қытай таратқан үшін әлемге біздің мынау жоғарыда отырған правительствоға, үкіметке біз талап қоямыз. Қытайға сондай иск жолдаңдар. Біздің мына елдегі халқымыздың қаншама халқымызға зардап шекті осы коронавирустың артынан. Соған әрбір отбасыға, әрбір азаматқа, баладан ба 7 жастан 70 жасқа дейінгі шалға дейін әрқайсысына 100 мың теңгеден ба 150 мың теңгеден төлеп берсін. Қытайдың несі, правительствосы төлеп берсін. Сосын диқандарымыз, қанша диқандарымыз зардап шекті. Осы коронавирустың артында зардап шекті да қаншама диқандарымыз. Сол диқандарымыздың шыққан шығынны пайдасына дейін егінді қашан бастады, содан қай уақытқа дейін осында өндіріп болғанша қанша не кетеді. Соны бізге не алып берсін, төлеп берсін. Диқандардың шығынын төлеп берсін. Халқымыздың несін төлеп берсін бәрін. Сол біз билікке талап қоямыз. Ең соңғы талабымыз, билік жұмыс істей алмайтын болса, халықпен билік бүкіл правительство кетсін. Орнынан керек емес бізге бұндай басшылар, бұндай жоғарыда отырған малғын арам тамақтар бізге ош қажет емес. Бұна әкімнен бастап бәрі кетсін. Жан жақта қазір қаншама жерде нелер бар, халыққа қызмет көрсету орталықтар бар. Қай жерге барсаң да онлайн режимде дейді, онлайн режимде ешқандай неғып отқан жоқ бұлар. Халыққа қызмет етіп отқан жоқ. Халыққа ешқандай бір тиындық пайдасы жоқ бұлардың. Сондықтан сол біздің талаптарымыз осы. Правительство осы мәселелердің бәрін шешсін. Шешпейтін болса орнынан кетсін, болды. Бізде басқа талап жоқ. Сол. Сөйлейсің ма? Ерғали. Құрметті ағайын, біз карантиннің созылуына қарсымыз. Себебі Тоқаев айтқан болатын, 11 күні төтенше жағдай алынды. Біз ойлаған тұғынбыз, сонымен қатар карантинде мерзімін алып тастайды деп, карантинді өкінішке орай алған жоқ. Халқымыз қиналып жатыр. Жетісайдағы жаңағы барша халықтар қиналып жатыр. Өнімдерін сата алмай, өткізе алмай, ал бұлар карантинді созып отыр. Бұл қолдан жасалған карантин. Карантин деген жалған өтірік. Қазақстанда ондай нәрсе жоқ. Сондықтан карантиннің алынуын талап етеміз. Үкімет біздің талабымызға құлақ ассын, біз талап етеміз. Халық қиналып бітті, титықтап. Жаңа 42.500 теңгені дұрыстап беріп жатқан жоқ. Алалап, кеше Чымкентте медиктер көтерілді. Олардың да талаптары дұрыс қолдаймыз. Мына карантинді егерде тоқтатпасам, халық қиын жағдайға түсейін деп тұр.
мына халықтың жағдайына алаңдаймыз біз. Өкімет басымен ойлансын. Осы бүкіл жауапкершілікті мойнына алғасын, дұрыстап жұмыстарын атқарсын. Сол мен айтарым. Тағы да. Жеке. Салам алейкум, құрметті қазақ елі. Менің де қояр талабым бұл жерде әсіресе осы медиктер. Мынау медиктерге кезінде президенттің өзі бастап қаншама үстем ақша беретінін айтқан. Ал енді қазір келіп қаншама медик жылап еңіреп жатыр. Өйткені кешеден бері біз осы коронавирус басталғалы көріп отырмыз. Медиктердің қалай шырылдап жүргенін, қалай еңіреп, мінекей мына полиция жігіттеріне де мысалы қаншама коронавирус жұқтырып жатыр полицияларымызда. Оларға да үстем ақысын төлесін адам сияқты. Енді кешегі мінекей жүйенің біз сондай әлсіздігін, сондай жүйенің нашарлығын біз көрдік. Өйткені бүкіл халықты ештеңемен қамтамасыз ете алмады. Мысалыға мен өзімнен бастайын, мен пәлен біреу демейін. Мен 3-ші группа мүгедегімін. Мен ешқандай мінекей 42 мың алған жоқпын. Президенттің айтқан сөзі бар еді. Бірінші, екінші группа 50 мыңнан алады деп. Мен оны да ала алмадым. 15 мың коммуслаға да алған жоқпын. Құдайға шүкір, мен ол өмір сүрем. Бірақ менен сияқты қаншама жағдайы нашар, жағдайы төмен адамдар бар. Мен солардың қамын айтып отырмын. Сондықтан мына жүйеге мен қарсымын. Жүйе кетсінші. Қорбандар жастар. Атым Жамбыл болады, Жүнісбек Жамбыл Әлімханұлы. Карантинге қарсымыз. Елбасымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы 11-не ашылады деген, 11-не ашылған жоқ. Жастар, халық, қазақтар қиналып жатыр. Мектептер ашылсын, мұғалімдер жұмыс істесін, онлайнпен қалай білім алады балдар? Балдар біздің болашағымыз. Олар қалай білім алады? Ұстаздан алу керек білімді. Билікке талабымыз, садиктер ашылсын, пенсия жасын өзгертсін. Мына кредитке монатория берсін. Еліміз, жеріміз сатылмасын, арендаға берілмесін. Жастардың, қазақтың... Қосыңдар жастар, қосыңдар, қорқандар бұлардан. Сізге талабымыз, қазақ болсаңыз, қазақтың жағдайын, қазақтың талабына құлағасыңыз. Халық қиналып жатыр. Гүлнара Белханқызы. Менің де қояр талабым карантин тоқтатылуын талап етемін. Өйткені мен жеке кәсіпкермін. Өте зардап шегіп отырмын. Мен өзімнің табысымнан, күнделікті табысымнан айырылдым. 2 ай болды жұмыссыз отырмын. Бала-шағаны асырау қиын. 42.500 мысалы біздерге беріп те жатқан жоқ. Екінші, сонан кейін мен жеке өзімнің дәмханам бар, кафелерге вообще ашуға рұқсат бермей жатыр. Вирус таратасыңдар деп. Енді бізді 25 майға шейін созды, ары қарай да созуы мүмкін. Сол себепте мен 2 ай, даже 3 айға кетіп қалайын деп тұрмын, менің жеке кәсібімнің жабылуы. Сол кезде менің өзімнің қарамағымда істейтін 5 адам бар екен. Сол 5 адамның, менімен қоса 6 адамның семьясы аш отыр қазір. Сол себепте мен өзім жеке кәсіпкер ретінде менің карантиннің алынуын талап етемін. Біз бала-шағамыз аш отыр. Тоқаев мырза жеке кәсіпкерлерді ашылғасын тыңдаңыз, карантинді тоқтатыңыз. Менің есімім Гүлнар Момынова болады. Мен жеке кәсіпкермін, 20 жыл салық төлеп отқан кәсіпкермін. Бірақ үкіметтен бір тиын көмек алмаған кәсіпкермін. Айтып Құрметті үкімет мырзалар, 42.500 теңге беріледі деген бәрі өтірік болып шықты ғой. Қайда қарап отырсыздар сіздер? Қана берілген, үкіметке берілген 6 миллиард ақша қайықта Қазақстанға? Неге әділдікпен бөлінбейді? Неге әділдікпен ақша берілмейді халыққа? 42.500-ді кім алды Қазақстанда? 5-6 адам алған шығар алса. Қалғандардың бәрі өтірік болып шықты ғой. Карантинді 11-ші наурыз күні тура сағат 6-да қойды. Содан жаңандегі 3 ай болды. Енді қазір карантин 11-інде бітеді деген. Қан біткені. 25-шен созылып отыр. Балаларымыз Созудың ешқандай қазір қажеті жоқ. Мейлі созғанмен ақшасы халыққа үкімет ақша бермесе қайтып өмір сүреді? Жұмыс жоқ, басқа жоқ. Қандай үкімет бұл? Тарқатылсын, бұндай үкіметтің бір тиынға керегі жоқ бізге.
Ана мақтаралға бөлінген ақшаның бәрін нұр отандықтардың бәрі өздері бөліп жалмап әкетіп жатыр. Продуктысы бар ма, басқасы бар ма? Бұл қандай бассыздық бұл? Шеттен келген көмек қаяқтасың? Атыраудан келген көмекті неге ол нұр отандықтардың атынан жібереді? Халық жинаған ақшаны нұр отандықтар өздеріне алып жатыр бөліп. Нұр отан ол. Халықтың жағдайын ойлайсыңдар ма? Бәріне теңдей бөліп беріңдер. 6 миллиард доллар қайқа кетті? 18 миллион адамға. Турциядан 100 бура келген жол жоқ болып кетті ғой. Турциядан келген шеттен келген көмектер қаяқта сонымен? Бізге неге ашық айтпайды, әзір бөлінбейді ол? Мысалы, неге жалғызылықты аналарға, мысалы, жағдайы төмен отбасыларға жеткізілмейді сол көмектер? Әділеттік қайда, үкімет, әділеттік қайда? Карантин жабылғын талап етеміз. Карантинді жалғастыра ма, халыққа ақша төлесін? Карантин жабылсын! Карантин! Карантин! Карантин жабылсын! Карантин жабылсын! Карантин жабылсын! Халықтың жағдайын. Ешкім сөйлемей ма? Карантинді жалғастыра ма, халыққа ақша төлесін? Жұмыс жоқ, басқа жоқ. Қайт бала шағасын қайтып асырайды. Үкіметке бәрібір өздерінің қалтасында тонналаған ақшаласын жабап жата береді. Полиция қызметкерлері тамақтасып берсін, үйге жатамыз үйде аяқты Әр отбасына 500 мыңнан төлесін. Егерге жүріп 1 миллион Адам басына 50 мыңнан айына төлеп 42 мыңды береді деп бір ай алдық, одан кейін аған жоқпыз. 400 мың берсін, жатайық, пожалуйста. Ақша беріп нормально төлесін, жатамыз. Карантинге қарсы емеспіз, карантинге. Ақша төлесін. Мен айтайын дегенім мына біздің өкімет уже бірінші рет емес, уже үшінші рет па, төртінші рет па өзінің халықты басқара алмайтынын көрсетіп отыр. Бірінші рет байқағанымыз ол мына арыста жарылыс болған уақытта байқадық. Өкіметтегі адамдардың бәрі бірінші полиция, жаңағы жолдас, ана кім ана? жаңағы қарулы күштердегі адамдар бірінші қашып кетті да халықты арыстан кім алып шықты? Халықты арыстан жай адамдардың өздері алып шықты. Ал екінші болған мәселе мынау кеше су тасқыны болды. Содан бір опыт алып, содан тәжірибе алып қалып, адамдардың бәрін қайтадан шығарып алуға болар еді ғой. Оны да істемеді. Үшінші өзі біздің ешқандай неге бізді басқарамайтын байқағанымыз, мына осы коронавирус басталғалы бері мына 42.500-ді бөліп жарып берді. Оны 3-тен бірі қазақ халқының, Қазақстанның 3-тен бір бөлігі ғана алған шығар алса. Қалған бөліктер неге ауамен күн көреді деп ойлай ма, басқа қыла ма? Одан кейін кеше карантин, мен өзім түсінбей, мен өзім заңгер болғаннан кейін осы белсенділердің мен заңгерімін, мен айлық алып отырған, белсенділердің айлық алып отырған заңгерімін. Сонда мен түсінбеймін, мына төтенше жағдайда алып тастайды да карантинді қалдырады. Бұл деген қалай деп айтсам екен, несопоставимый нәрсе. Карантин болды ма, төтенше жағдай болды ма, карантин болу керек. Ал төтенше жағдай жоқ болғанда карантин неге болу керек? Төтенше жағдай болғанда. Бұл тек қана мен ойлап отырған карантинді тоқтатып, ертең 42.500-ді қайдан талап ететіндей болатын болса, 42.000 өкімет тарапынан берілмеуін қамтамасыз ету үшін ғана жасалып жатқан нәрсе. Сондықтан мен өкімет тарапынан, билік тарапынан осы карантин тоқтатуын талап етемін. Мен карантинді шығарсақ, бізге вирус инфекция жұғады екен. Кәріміз. Онда 55 жастан пенсияға жіберсін. Пенсияға жіберсін. Значит, біз жарамаймыз жұмысқа. 55 жас. Неге ұстап отыр? Пенсионный возрасты өзгерсін. 55 жастан әйелдерді, 60 жастан еркектерді жіберсін. Ақыры біз тез жұғады екен жұмысқа жарамасақ. Отырмыз жұмыссыз қазір 42 мыңда жоқ. Қазақтар, әлеуметтік желіде қолдаймыз дейсіңдер, қайдасыңдар? Мына билік, қазіргі жүйе бұлар бетімен кеткен. Мынау тұрған сотрудниктер, бұлар қазір заңсыз
жұмыстарын атқаратын болады. Себебі бұлар ана жоғарыдағы отырған бір диктатордың, бір қалмақтың соның мүддесін қорғап үйреніп қалған. Бұлар так зомбированный. Бұлар халықпен санаспайды бұлар ешқашан. Қазақтар, тұрыңдар орындарыңнан. Құл болмай тұрғандарында тұрыңдар, құл болмай тұрғанда. Мыналарға қоятын болсаңдар, бұлар ешкімді аямайды бұлар. Бұлар өзінің керек болса туған туысқан әке-шешесін аямайды бұлар. Қазақтар, бұлар бар ғой, чиста таза зомбированный адамдар. Заңсыз біз қазір мына жерге заңды жиналып тұрмыз, өзіміздің ойымызды айтып отырмыз, өзіміздің ойымызды. Бұлар келекті бізде қазір қаншама, осы уақытқа дейін қаншама қысымдар жасады. Міне, менің өз басымнан өткендегі эфирімде де айтқам, өз басымнан 11 заявление жатыр, 11 арыз осы полицияда, 11 арыз. Біреуін әлі ашылған жоқ, бір арыз ашылған жоқ. Бір адам шындықты айтып шықса, ана қалмақтың жоғарыдағы отырған ана арамтамақтардың ұрлаватқан, тонаватқан айтатын болса, бұлар шауып келеді. Бірінші орында бізді ұстайды. Қазақтар, көздеріңді ашыңдар, ояныңдар, тұрыңдар, жата бермеңдер. Е бел кетеді, е бел бөгетеді, е өлеміз, е қаламыз. Күресейік мына иттермен, мына жүйемен күресейік. Бұл жүйе ешкімді аямайды. Естерінде сақтаңдар. Бұл жүйе ешкімді аямайды. Қазақ ұлтын жояды үстіп жүріп. Жою үшін. Назарбаев негізінде басында келгенде оның саясаты солай болды. Қазақ ұлтын жою болды, оның саясаты солай. Міне біз әлі күнге дейін көбеймейміз. Не үшін көбеймейміз? Біздің тұқымымызды тұздай құртып жатыр бұлар. Тұқымымызды. Сондықтан қазақтар, намыстарың болса, атқа қоныңдар, тұрыңдар орындарынан, ояныңдар. Бізге ұрпағымыздың болашағы керек, еліміздің тағдыры керек бізге, ел жер керек. Мына Күлебаевтың, Масимовтың әкесінен қалған аэропорт еді кеше, Күлебаев Масимовқа жатыр. Әкесінен қалған дүниесінен сатып алды ма? Назарбаев қаншама заводтарды, фабрикаларды сатып алып, банктерді сетіп отыр. Әкесінен қалды ма? Ол қойшының баласы болған. Кімнен қалды оның бәрі? Халықты тонап отыр. Біздің халқымызды әбден бейшарекеге түсірді. Міне қазір карантин деп тем более. Мына диқандардың мына көктемдегі егін егіп қаншама миллиондап шығынға батқан диқандардың и халқымыздың қаншама қазір шығынға батты халқымыз. Әл-ауқат төмендеді. Соның бәрін өтеп берсін. Мына жоғарыдағы отырған жемқорлар мына Қытайға иіс жібересіңдер ме? Халықаралық сотқа бересіңдер ме Қытайды? Біздің мына халқымыздың шеккен зардабын төлеп берсін. Толық төлеп берсін бәрін. Әр отбасыға, әрбір 7 жастан 70 жасқа дейін, шалға дейін бәріне 150 мыңнан ба 200 мыңнан үлестірсін, берсін. Осы уақытқа дейін тонап оған жетеді бұлардың. Бұлар төмендегі жүрген полицейлерді бостан-босқа кіраға батырмаңдар күнәге. Бостан-босқа төменде жүрген полицейлерді қарғысқа қалдырмаңдар. Нағылетке қалдырмаңдар бұлардың бәріні. Мұна жоғарыдағы отырған бастықтары бұлардың. Бұлар әбден бастар жемқор арамтамақ болып, бұларды заңсыз итермелейді, заңсыз біздерге қарсы. Себебі олар өздерінің осы уақытқа дейін 30 жылдан бері халықты неше түрлі құйтырқы әрекеттермен халқымызды жалған айыптармен түрмелерге тоғытты, біреулерді поставить етіп түрмеге тоғытты, біреуді жай ғана әшейін тауық ұрлағанға түрмеге тоғытты. Жоғарыдан миллиардтап ұрлап, миллиардтап халықты тонап атқандардың біреуі түрмеге отырған жоқ. Бәрі жүр көшеде шикават етіп. Қарапайым халық екі ортада страдать етеді. Ал бұлайша түбіне келген кезде осыларға қарапайым халық төлеп отқан айлықты, жалақыны төлеп отқан. Бұлардың алады да халыққа қарай қарсы шығады. Бұларға қайсы әке-шеше тәрбие берді екен? Мынандай халыққа қарсы шығатын полицейлерге қандай ата-ана тәрбие берді? Бізге неге айдап салады бұларды? Қандай әке-шешеден тәрбие алды мынау құқық қорғау саласы? Сендерде қазақ деген жүректерінде бір кішкене сезім бар ма? Қандарыңда, күре тамырларында кішкене қазақ деген қан ағып жатыр ма сендерде? Өз халықтарыңа қарсы шығып жатсыңдар. Міне осы уақытқа дейін біз әлі көбейген жоқпыз. Себебі біз көбеймейміз. Арамтамақ билік тұрған жерде біз көбеймейміз. Біз жойыламыз ұлт ретінде. Сондықтан біз жойылмай тұрғанда қазақтар, көздеріңді ашыңдар, ояныңдар қазақтар. Тұрыңдар, құқықтарын талап етіңдер. Біліңдер құқықтарын талап етуді бәрің. Тұрыңдар бәрің орындарынан. Болды ма? Тоқтатылсын карантин. Керек бізге карантин. Халық жүйелсін. Бүкіл әлем тоқтатып карантинді.
келген азда енді мына карантинді созып жатыр. Сондықтан мына қазақ үкіметі карантинді тоқтатсын. Халық қиналып кетті. Бұдан ары қарай халық төзбейді. Мына төтенше жағдаймен бірге карантин режимін алады деп ойлағанбыз. Бірақ өкінішке орай олай болған жоқ. Халықтың қиналғаны керек болып жатқан сияқты. Егер де карантин созатын болса, жағдайын жасасын халықтың. Қиналымнан берсін. Полиция қызметкерлері үйге тамақ тасып берсін, жатамыз аяқты көтеріп. Солай істесін егер де. Халыққа қарсы шықпасын бұлар, халықпен бірге болсын. Тоқаев, Назарбаев, анау конституциядан демократиялық құқықтық мемлекет деген сөзді алып тастасын, егер де бізге рұқсат бермейтін болса. Екеуі арандатпасын халықты. Полицияны халыққа қарсы қоймасын. Полиция не істерін білмейді қазір. Жексұрын болып бітті бұлар. Полицияны әбден құл қылдыңдар сендер, қол. Қазақты қазаққа айдап салдыңдар, сендер қазақтың таш düşmanысыңдар. Қазақтың жауысыңдар. Жоғарыдағы отырған ана қалмақтың қасында отырғандар. Сендер қазақтың жауысыңдар. Сендер ана 37-ші жылғы, 32-ші жылғы қазаққа жасаған геноцид жасалды ғой. Сол уақыттағы сатқындардың құйыршығысыңдар ана. Жоғарыдағы отырған арамтамақтар. Доғарыңдар. Тоқтатыңдар. Біз өліп кетсек те күресіп өлеміз сендер сияқты иттермен. Себебі біздің қанымызда тектілік бар, тектілік. Әрбір қазақтың қанында тектілік бар. Но сендер мына текті қазақты тексіз қылып жатсыңдар. Жоғарыдағы отырған бір 200-300 ғана тексіздер отыр жоғарыда. Солар мына халықтың бәрін бір-біріне қарсы айдап салатқан иттер жоғарыдағы. Тоқтатыңдар, доғарыңдар. Карантин тоқтатылсын, сол. Карантин тоқтатылсын. Полицияның айлығы жүріп отыр, бірақ халықта айлық жоқ. Халықта жұмыс жоқ. Полиция қызметкерлеріне бәрібір айлықтар төленіп жатыр. Сондықтан халықтың жағдайымен санасын, халықтың жағдайын ойласын. Ал егер де олай болмаса, орнын босатсын, керек емес. Басқадан полиция қызметкерлерін аламыз, халыққа қарсы шықпайтын. Бірге болыңдар халықпен. Халықпен бірге болыңдар, бауырлар. Сендер де қазақтың балдарсыңдар. Жеріміз сатып жатыр, еліміз кеше аэропорт сатып жіберді. Сендер сол ұрыларды қорғап жүрсіңдер ме ұрыларды? Назарбаев ұры, Карим Масим ұры, бұлардың барлығы ұры. Ұрынды қолдап бізге қарсы келдіңдер ме? Біз елімізді қорғайық деп тұрмыз. Сендер форманы киіп алып, кімді қорғабасыңдар сонда? Қазақпен бірге болмайсыңдар ма? Жерімізді бәріміз иықпен иық тіресіп қайта қорғамаймыз ба? Сендер тұрып алып айлыққа бола бұна жерлеріңді сатуына разы болып тұрсыңдар ма сонда бауырлар? Міне қамасыңдар ба, қамап тастаңдар осы сөздеріне, пожалуйста міне. Өліп кетсек те разымыз, осы жерімізді қорғаған деп өліп кетсек разымыз. Қамасаңдар, қамап тастаңдар. Сәулеттерін көшет. Тұрмайсыңдар ма қайтамын жерге? Аэропорт неге сатасың демейсіңдер ма? Жер байлықтары қайда кетті бар 30 жылдан бері? Алған қарыздар қайда кетті қазаққа? Осынша миллиардтаған қарыздарымыз бар. Сол ақшалар қайда кетті? Бәрің білесіңдер, что Назарбаев ұры екен отбасыларыменен. Бірақ үндемейсіңдер. Намыс қайда жігіттер, намыс? Намыс бар ма? Міне уже халқымыз саны өспей қалды. Неліктен? Неліктен? Мына Назарбаевтың өзі лично айтты ғой, егер бала туатын болсалар, бізден совет сетіңдер деп. Сендер сөйтіп басыңдар ма полицейский айтыңдаршы? Барып Назарбаевтан сұрабасыңдар ма, бала етпекші едім деп айтпасыңдар ма? Қашан қазақ біреуден сұраған ондайды? Ата-бана 10-11-ден аналарымыз бала тапқан. Қазір 3 бала, 4 бала таба алмайды. Бізге істеліп жатқан геноцид осы мынау. Назарбаевтың істеліп жатқан геноциді осы. Ойланыңдар. Айта беріңіз. Иә. Әл-Фараби ауданының орынбасары кім? Қалдықараев Құдайберген Мақұлбекұлы ма? Айта беріңіз. Білесіздер бізде Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстар, митингілер, шерулер, демонстрация ұйымдастыру өткізу туралы тәртібі бар. Қандай тәртіп бар? Сол жерде жазылған 78-ші бабына сәйкес. Қашан? Қашан жазылды? Митинг деп ойлайсыз ба? Тоқаевтың айтқан сөзі. Сендер сонда Тоқаевтың айтқанына қарсы қандай болсыңдар ма?